Қайырлы күн достар, бүгін құрамында сүті жоқ, жұмыртқасы жоқ, топ-томалақ әдемі болып шығатын жиын тойға қонақтарға арналған өте дәмді бауырсақтардың рецептімен бөлісемін. Алдымен біз қамырдың аппарасын істеп аламыз, яғни негізі қазақша айтқанда қант, ұн және ашытқы, жылы су құйып араластырамыз. Барлығын араластырып аламыз осылай біркелкі етіп. Араластырып, бетін жауып, 15 минутқа қойып қоямыз. 15 минуттан кейін осындай көтерілген кезде аламыз. Қатты ашып тасып кетпеу керек. Енді ұнымызға дайындап қойған тұз, сұйық май құйып, ашытқымызды үстіне құйып, жақсылап қамыр елеп аламыз. Осы әдіспен алдымен аппарасын жасап алып, сосын қамырды ашатын болсаңыздар, бұл қамырдың текстурасы мүлде бөлек болып шығады. Дәл осылай жасап көріңіздер, өте жақсы шығады және қамыр тез ашиды. Иленіп болған қамырды күн түсетін жерге қоямыз. 35-40 минутта осылай көтеріліп шығады. Бұл менде 40 минутта осылай көтеріліп ашып шықты. Мінекей қараңыздар, үлкен табақтың көлемімен бірде болып шықты. Енді ұнды пайдаланбаймын. Кілемшені майлап, қамырды жайып аламын. Қолымызды қамырдың бетін және оқтауды кішкене майлап жіберсеңіздер, жайылуға жақсы және ас үйіңізде ұн болмай барлығы таза тұрады. Қамырдың қалыңдығы осындай 1 сантиметрде болу керек. Менде кішкене жұқалау қойыппын. Сіздер міндетті түрде 1 сантиметр қылып, осылай домалақ етіп кесіп алыңыздар. Және қалған қамырды жинап, басын біріктіріп, 10 минуттан кейін тағы да жайып кессек болады. Енді бұны көтерілуге бірден қуырмаймыз. Көтерілуге тағы да 15 минутқа қалдырамыз. Бұл арада бөлменің терезесі жабық болып, қамырдың беті күйіп кетпейтіндей болу керек. Осылай әдемі болып көтеріліп шықты. Енді майды шұңғы ыдыста көп мөлшерде қыздырып аламыз. Қызғаннан кейін отты ортадан да төмен отқа қоямыз. Әбден қызып тұрған майдың қызуы басылу керек. Біздің бауырсағымыз асықпай осылай қызарып пісуі үшін. Егер қызып тұрған майға салатын болсаңыздар, тез қызарып, көтерілмей домалақ болмай қалады. Неке дәл осындай жылдамдықта бауырсақтарымыз асықпай көтерілу керек. Достар, егер сіздер менің каналыма жазылмаған болсаңыздар, жазылып қоңыраушаны басып қойыңыздар. Әрбір жаңа видео келген кезде сіздерге хабарлама барып тұрады. Майға салынған беті сарғайып бастаған кезде бірден екінші бетіне аударамыз, өйткені екінші беті ісіп шариктер пайда болады. Сол кезде формасын құртады бауырсақтың. Сол үшін осылай айналдыра отырып пісіреміз. Менде айтып өткендей тым жұқа қылып кесіп қойыппын. 1 сантиметрде қалыңдықта кесіңіздер міндетті түрде. Маған қатты қызартпай осылай сарғыштау болып піскен бауырсақтар ұнайды. Дәл осы түрде мен пісіріп алдым және картон қағазға піскен бауырсақтарды міндетті түрде қою керек. Бауырсақтың бойындағы артық майларды сіңіріп алу үшін. Видеоға түсіргендіктен осылай тарелкаға салуға маған тура келді. Құрамында қанттың көбіне байланысты бауырсақтарымыз формасын жақсы ұстайды және жеген кезде өте дәмді болып тұрады. Барлық әдемі мен барлық тәттіні қонақтарға жасайтын болғандықтан дәл осы бауырсақтар сіздің дастарханыңыздың көркін ашып барлығына ұнайды деген сенімдемін. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.